Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанда әрбір үшінші ерлі-зайыптылар ажырасып жатыр екен. Бүгін бұл видеода мен сіздерге ерлі-зайыптылар заңды түрде ажырасқан жағдайда несиені кім төлейді деген сұрақтарға жауап беремін. Қызық болса, әрі қарай көреміз. Сәлем достар, сонымен 2 жас үйленді делік. Олар өзінің некелерін азаматтық хал актілерді жазу, яғни ЗАГСтан заңды некеден өтті делік. Осы жерде айта кететін жайт, Қазақстан Республикасында заңды неке деп тек қана ЗАГС бөлімінен өткен неке заңды болып табылады. Яғни мешітте қиылған некенің ешқандай да заңды күші жоқ. Сонымен бір күні 2 жас ажырасамыз деп шешеді. Қазақстанда ажырасудың 2 түрі бар. Олар егер ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі немесе ортақ балалары кәмелетке толмаған болатын болса, онда сот арқылы ажырасады. Егер де ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі жоқ және де кәмелетке толмаған балалары жоқ болатын болса, онда сон арқылы келісіп ажырасуға да болады. Неке және отбасы туралы заңға сәйкес ерлі-зайыптылардың некеде кімнің атына алынғанына қарамастан мүліктердің барлығы 2 түрге бөлінеді. Ол жеке мүлік және де ортақ мүлік. Жеке мүлік деп қандай мүлікті айтамыз? Соған тоқтала кетейік. Сонымен жеке мүлік дегеніміз ерлі-зайыптылардың некеге дейінгі алынған әрқайсының жеке мүлігі. Немесе мұрагерлік бойынша, некеде тұрса да мұрагерлік бойынша алынған мүлік. Сондай-ақ олардың жеке заттары, әшекей, бұйымдар немесе басқа да бағалы заттар болатын болса, сондай-ақ жеке басқа қатысты заттар, олар киім және де аяқ киім. Ал енді ортақ мүлік дегеніміз не? Соған тоқтала кетейік. Ортақ мүлік дегеніміз еңбек, кәсіпкерлік, зияткерлік қызметтен түскен сомалардың барлығы, сондай-ақ жылжитын және де жылжымайтын мүлік, құнды қағаздар, депозит, ұйымдарға енгізілген үлестер ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі болып саналады. Әрі қарай ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде олардың несиесін кім төлейді? Соған тоқталып кетейік. Біріншіден, ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде олардың қарыздары тепе-тең бөлінуі тиіс. Алайда іс жүзінде бұлай емес. Себебі банк несиені бөлуге рұқсат бермейді. Мысал алайық, заңды некеде тұрған кезде ерлі-зайыптылардың әйелі, яғни өзінің атына потребительский кредит, яғни техника, кредитная карта, немесе кредит наличным, яғни ақшалай кредит алған кезде, кейін ажырасуға арыз берген жағдайда әйелі бұл несиені 2-ге бөлгісі келеді. Алайда сотта банк бұған қарсы болады. Себебі бұл несие әйелінің кредитінің историясын, жалақысын, зейнетақысын тексеріп барып, яғни банк сол әйелдің өзіне жеке атына берген несие болып табылады. Яғни мұндай несие 2-ге бөлінбейді. Сондықтан да бұл несиенің күйеуіне ешқандай қатысы жоқ болып шығады. Мұндай жағдайға тап болмас үшін не істеу керек? Әрине, менің берер кеңесім, несие алатын кезде өзіңіздің күйеуіңізді міндетті түрде сол несиеге созаемщик немесе гарант ретінде алуыңызға кеңес беремін. Сонда ғана несиені 2-ге бөлуге болады. Енді ерлі-зайыптылар ажырасқан кезде олардың ипотекасы болса, немесе несиеге автокөлік алынған болса, не істейміз? Сол жағдайды ескеріп кетейік.
Мысалы, заңды некеде тұрған кезінде әйелі өзіне ипотека немесе автокөлік несиесін рәсімдеді делік. Әрине, іс жүзінде жылжымайтын мүлікті, яғни үйді немесе автокөлікті ешкім екіге қақ бөліп бере алмайды. Алайда сотқа барған кезінде сот күйеуінен сол үйдің немесе автокөліктің жарты сомасын әйеліне өндіріп бере алуы мүмкін. Егер де әйелінің жағдайы соған келсе. Ал егер келмесе, онда сот арқылы сол үйді немесе автокөлікті сатып, сол көліктің жаңағыдай сол үймен сол көліктің сомасын банк несиесін қаржы жабады, одан артылған соманы екеуіне теңде екіге бөліп береді. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, ол үй немесе автокөлік сатылғанға дейін несиені әрине әйел төлейді. Бұл жерде тағы да қайталап айтам, осындай жағдайға тап болмас үшін ипотека немесе автокөлікті несиеге рәсімдеген кезде міндетті түрде созаемщик немесе гарант етіп алу керек. Сонда ғана несие екіге бөлінеді. Осы екі жағдайда да кәмелетке толмаған балалардың алатын орны ерекше. Бірақ өкінішке орай біздің елімізде банкте, сотта оларға аса қатты мән бермейді. Сосын тағы да айта кететін жайт, сотқа ажырасуға барған кезде ол жерде ұрысып, төбелесіп, жанжал шығарып, бет жыртысып, айтысып тұрудың ешқандай да қажеті жоқ. Себебі бұл мәселе тек қана ерлі зайыптылардың арасында ұрыспай, асықпай шешілетін нәрсе. Тағы да айта кететін жайт, ол егерде сотқа жүгініп жаңағыдай мүлікті жылжитын немесе жылжымайтын мүлікті бөлетін болсаңыздар, ол жерде мемлекеттік баж салығы, яғни госпошлина, сол мүліктің сомасынан 1%-ын сіздер сотқа салық ретінде төлейсіздер. Яғни, мысалы, үй 20 миллион тұратын болса, оның салығы 200 мың теңге болады. Яғни 200 мың теңгені сіз мемлекеттік баж салығы ретінде сотқа сіздің ісіңізді қарау үшін төлейсіз. Бұл әрине өте тиімсіз нәрсе. Сондай-ақ менің кеңестерімнің ешқандай пайдасы болмайтын кездерде болады. Ол қандай кездер, соған тоқтала кетейік. Егер де заңды некеге отырған кезде ерлі зайыптылардың арасында неке шарты, яғни брачный договор болатын болса, ешқандай да жылжитын немесе жылжымайтын мүлік ешқашан екіге бөлінбейді. Бүгінге менің сіздерге беретін ақпаратым осы ғана. Егер де сұрақтарыңыз болса, төменде қалдырыңыздар. Ең бастысы, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Амандықта жолығайық. Сау саламат болыңыздар.